Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте нәзік үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне бір ас қасық творожымызды саламыз. Сіздер творождың сапасына мән беріңіздер, жаңадан ашылған болу керек. Және де ашылғаны көп болған, срок өткен творожды пайдаланбағанымыз жөн. Себебі ол қамырды ашытпайды. Араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Жаңа ыдысымызға 250 грамм жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болып, үстіне жұмсақ сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 40 грамм шекерімізді салып аламыз. Және де мында 50 грамм майонез салыңыздар. Менде мына кішкентай майонез граммы 12 грамм. Мен содан 3-4-еуін қолдандым. Жалпы рецептте көрсетілген барлық затты қолданыңыздар. Себебі жұмыртқада, майонезде, сүтте қамырдың жұмсақ шығуына әсер етеді. Сондықтан да барлығында қолданыңыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне бір ас қасық тұзымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін үстіне манағы 10 минутқа қойып қойған творожымызды құямыз да, тағы да араластырамыз. Ендігі кезек ұнымызға келді. Міндетті түрде сидадан өткізілген ұнды пайдаланыңыз. Осылай 2-3-ке бөліп, жақсылап араластырып, қамыр илеп шығамыз. Қамырды жақсылап ең қалындырып, илеп алыңыздар. Одан кейін істеп болғаннан кейін үстіне кішкене сұйық майды қойып, қамырға үстіне басып шығыңыздар. Одан кейін бетіне пищевой пленкамен орап, бетін жауып қойыңыздар 1-1,5 сағатқа. Содан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін бауырсағымызды пісіріп аламыз. Бұл қамырдан өте үлпілдек, жұмсақ, нәзік бауырсақтар шығады. Сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарыңызға да міндетті түрде ұнайды. Мінекей достар, біздің 2 сағат ашылған қамырымыз дайын болды. Осылай керемет болып көтерілді. Және осының барлығында жерге қойып, барлығында тегістеп жайып жатырмын мұнда. Оқтаумен де жасаңыздар болады, бірақ маған қолмен жайған ыңғайлырақ болғандықтан қолмен тегістеп жайып жатырмын. Қолымды кішкене майлап алдым. Және осылай кішкене оқтаумен басып жібердім. Менде мына жерде чайниктің қаппағымен, крышкасымен осылай айналдырып дөңгелек қылып жатырмын бауырсақтарымызды. Сіздер кесемен бе, дөңгелек стаканмен бе істесеңіздер болады. Үйде не бар, солармен жасай берсеңіздер болады. Мінекей менде осындай артық қамырлар қалды. Бұл қамырлардан біз шелпек дайындаймыз. Мінекей достар, барлығында бөліп алғаннан кейін бетін жауып қойдым кішкене уақыт, тағы да көтерілсін, тынықсын деп. Тынығып болғаннан кейін осылай қуырып аламыз. Қараңыздар қалай көтеріліп жатырғанын, қызарып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәміне енді сөз жоқ, бір жасағаннан шығады. Кішкене хрустящий, күшті болып, бірақ жұмсақ болып шығады дәмі деген. Бүгінгі видео осымен аяқталды достар. Сіздермен болған айдана, келесі видеода көріскенше, менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.
즐기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어.